Құрметті достар, бүгін біз үй жағдайында жасалатын қара бургер дайындаймыз. Белсендірілген көміріміз лимонмен осылай жақсы езіледі. Енді осының үстіне жаңағы суымызды құямыз. Сүтімізді. Сұйық майымызды. Осының үстіне дрожжимізді. Тұзымызды. Және қантымызды. Бәрін қосып, осы салмағымызды әбден жақсылап араластырып аламыз. Енді осының үстіне ұнымызды қосып, қамырымызды илей бастаймыз. Қамырымызды осылай өте қатты қылмай, жұмсақ қылып изеп, енді осыны қақпағын жауып, қамырымыз ашығанша қойып қоямыз. Енді қамырымызды 6 бөлікке бөліп аламыз. Әрбір тоқтамыз. Әр бөлікке қамырымызды домалақтап қойып аламыз. Бұл жерде 6 бөлікке бөлді. Қамырымызды салып қоямыз. Енді бұл кішкене көтерілсін, бетін жауып қоямыз. Енді нанымыз көтерілді. Тағы да енді бұны қорықпай кішкене басып жүріңіздер. Көтеріледі, ештеңе болмайды. Енді осының бетіне кішкене сүт жағып, күнжітімізді себеміз. Күнжітімізді салып, енді осыны духовкаға 180 градусқа салып пісіріп аламыз. Енді духовкамызға 180 градусқа салып аламыз. Енді бургердің наны піскенше бургерге котлетін әзірлейміз. Оған фарштың ішіне блендердан өткен сарымсақты саламыз, пиязымызды. İçine қара бұрыш и чеснок. Менде фарш тұздалған, сол үшін тұз салмадым. 2 үлкен қасық панировочный сухари дейді. Нан салуларыңызға да болады. Не болмаса, осындай панировочный сухарды салуларыңызға болады. Осының ішіне бір жұмыртқамызды жарып саламыз. Енді осыны жақсылап араластырасыздар. Енді бургеріміздің фаршын котлет қып осылай домалақ ыдысқа салып жасаймыз.
Майымызды әбден қыздырып алдық. Енді котлетімізді қуыра бастаймыз. Қуырым кішкене майда көп болған жасаймыз, кішкене шекілді. Осылай котлетімізді екі жағын қызартып қуырып аламыз. Енді осы котлетіміз дайын болды. Котлетіміздің үстіне сырымызды қойып пісіріп аламыз. Енді келесі котлетімізді қуырамыз. Үй жағдайында жасалған қара бургеріміздің булочкасы пісті, наны. Енді қазір бургерімізді жасайтын боламыз. Бірінші нанымызды қуырып алайық. Нанымыз қара бургердің. Енді осыған өзіміздің соусы майонезбен кетчуптан жасалған соусымызды жағамыз. Соусымызды жағып, оның үстіне жаңа пісірген котлетімізбен бірінші салатымыздың жапырақ салатын қойып алайық. Екінші котлетімізбен сырымызды қоямыз. Оның үстіне помидорымызды қойып, нанның үстіне екінші соусымызды жағамыз. Әркімге әрқалай огурцы қоюларыңызға болады, соленый. Сарымсақ қоюларыңызға болады. Кім нені жақсы көреді бургерді, сол заттарымызды қоямыз. Міне. Бургеріміздің дайын болды. Бұл үй жағдайындағы қара бургер. Қазір сіздерге бургерімді бөліп көрсетейін. Бөлінбей қалды ғой. Міне. Қара бургеріміздің дайын. Достар, міне үй жағдайында жасалған қара бургеріміз дайын болды. Өте дәмді, өте нәзік болып пісті. Бұл рецептімді ұнатып жатсаңыздар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Сау болыңыздар.